Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Осы аптада біз сіздермен мазмұны тақырыбымен танысатын боламыз. Мазмұн дегеніміз не? Мазмұн бұл құжаттағы тақырыптар тізімі, мәтіндік құжаттың құрылымдық элементі. Яғни құжаттар дайындау барысында қандай да бір ақпараттардың қай бетте орналасқанын, яғни қай бетте жазылғанын білу үшін, тез табу үшін, немесе бір шолып шығу үшін біз кез келген құжаттың мазмұны бөлімін дайындаймыз. Мысалға, өзіміз білетін рефераттар, баяндамалар, немесе өзіміз оқып жүрген мектеп оқулығы, информатика, немесе басқа да қазақ тілі, орыс тілі кітаптарың барлығында да мазмұны бар. Және қарапайым романдар, ертегілер, яғни бірнеше ертегілердің жиынтығы, бірнеше өлең, романдардың, оқиғалардың жиынтығын біз кітап ретінде бірге шығаратын болса, онда олардың мазмұнын міндетті түрде құрастыру керек. Неге? Себебі қай бетте қандай ертегі орналасқанын, немесе қай бетте тақырыптың қандай бөлігі орналасқанын табу үшін біз мазмұнын құрастырып қойсақ, оны оқитын оқырман лезде қай бетте қандай ақпарат орналасқанын тауып алады. Немесе мазмұнына қарап, қандай ертегілер бар, қандай өлеңдер бар, қандай шығармалар бар, соған қарайды да, егер ұнаса сатып алады, ұнамаса сатып алмайды, немесе оқимын, оқымаймын деген секілді мазмұнға қарап шешім шығаруға болады екен. Кейде мазмұндар алғашқы бетте орналасады. Мысалға, баяндама, реферат, кейде ертегілердің, роман, шығармаларда алғашқы бетте орналасады. Ал кейбір оқулықтарда, мысалға мектеп оқулықтарында, мазмұн соңғы беттерде орналасады. Мысалға, мұғалім сіздерге нұсқамалар тақырыбын ашыңдар десе, сіздер беттеп қай бет екенін таппай отырсаңыздар, мазмұнын ашып, лезде 141-ші бет екен деп тез тауып алуымызға болады. Оны сендер күнделікті өмірде қолданып жүрген боларсыңдар. Енді Microsoft Word мәтіндік редакторында мазмұнды қою үшін бірнеше кезеңдерден өтеді екенбіз. Яғни бірінші кезең құжатты дайындап, мазмұнын дайындауға реттеп қоямыз, тақырыпшаларын қоямыз номерлеп, тақырыпшаларды меңзерге қою, сілтемелер мәтінін қосу командасын орындап барлық тақырыпшалар деңгейін таңдау, одан кейін құжаттарды рәсімдеуге байланысты соңына жылжыту, сілтеме, мазмұнның түр командасын орындау. Енді Microsoft Word мәтіндік редакторында мен сіздерге мысал көрсетейін. Мысалға, бүгін Қазақстан қалалары туралы ақпарат деп бір мәтіндік редактор дайындадым. Онда 3 миллионер қалалар, яғни тұрғындары миллионнан асатын Алматы, Астана, Шымкент қалаларын таңдадым. Енді сіздерде мысалға Қазақстанда қанша үлкен 20 шақты қала болса, 20 бетке 20 түрлі қаланы сыйдыруға болады. Енді осының мазмұнын жасау үшін не істейміз? Бір бос бет қалдырамыз бастапқы бетке, сөйтіп осы бос бетке мазмұнын жасайық, яғни бірінші тақырыпшасы реферат, баяндама деген секілді. Мұнда Қазақстан қалалары туралы ақпарат. Енді екінші бетке мазмұнын жасаймыз. Ашқан адам қай бетте қандай қалалар орналасқанын біліп алу керек. Ол үшін не істейміз? Әр беттегі тақырыпшаларға, яғни Алматы, Астана деген секілді тақырыпшаларды аламыз, стильдарын белгілейміз, яғни панель стилиді бассақ, мұнда міне заголовка 1-ге Алматы қаласын таңдаймыз. Егер бұның стилін өзгерткіңіз келсе, міне изменить стиль дегенде мұнда несі, шрифті, нумерациясы, нәрде стилі, мұнда түсі деген секілді бірнеше өзгерістер бар. Осыны таңдаймыз міне. Одан кейін Астана қаласы деп екінші тақырыпшаны таңдап аламыз, заголовка 2-ні бекітеміз. Оған міне изменить стиль деп тоже жаңағыдай түсін, стилін, шрифтін өзгерте беруге болады. Дәл солай үшінші қаланы да бекітіп аламыз, үшінші заголовка дейміз. Изменить стиль, окей деп бекітеміз. Енді бос бетке барамызда, мұнда мазмұнды қоюдың бірнеше түрлері бар. Оглавление дегеніміз бұл
мазмұны деген сөз, яғни орысшасы, иә. Мұнда автоматты түрде қоятыны бар және олардың стильдары бар. Немесе өзіміз қолдан жасайтын түрі бар. Мысалға, оглавление классический қоятын болсақ, мұнда бағанағы біз өзіміз заголовкалардан бекіткен автоматты түрде қойды. Яғни оглавлениені біз мазмұны деп жазамыз қолмен, өйткені ол орысша, иә, біз Microsoft Word редакторы. Одан кейін міне Алматы қаласы, Астана қаласы, Шымкент қаласы деп өзінің стиліне байланысты орналастырды. Міне түрлері тұр. Міне Алматы қаласы қай бетте тұр? Алматы қаласы мысалға 3-ші бетте орналасқан, иә. 3-ші бетті өзі тауып тұр. Астана қаласы қай бетте орналасқан? 4-ші бетте, 4-ші бетті автоматты түрде орналастырып тұр. Немесе кейде, мысалға мынаны өшірейік, кейде біз оглавление деп өзіміз қолдан қоюымызға болады. Мысалға мұнда простой, немесе астына ақпараттарын қосатын болсақ, немесе официальный, мысалға простойын қояйық. Егер мұнда да тағы да мазмұны деп қолмен өзгертеміз, өйткені автоматты түрде мұнда орыс тілінде оглавление жазылып кетеді. Содан кейін мұнда Алматы 3-ші бет деп, Астана 4-ші бет деп, бұлай мұнда ішінде қандай Алматы қаласының, например, тарихы, географиясы деген секілді тағы да ішкі ақпараттарын қоса берсек болады екен. Егер ол бет барлығы сол бір бетте болатын болса, онда осы беттің өзін қалдырады екенбіз. Дәл осылай қолмен енгізуге болады, немесе автомат түрде енгізуге болады. Обновить таблицу дегенде, егерде біз кейде қалалардың орнын ауыстыратын болсақ, немесе тағы да бір ортасына Алматы мен Астананың ортасына Шымкент қаласын немесе Атырау қаласын қосып жіберетін болсақ, обновить таблицу десеңдер, бұл таблица автоматты түрде өзгереді екен. Міне сондай. Тыңдағандарыңызға рахмет.